Мұндай жерде жүзуге бола ма? Ойламады. Су беті балдырмен жабылған. Бұл дерлік тоқтап тұрған батпақ. Ішінде бактериялар өте көп. Ал мұндай жерде жүзуге бола ма? Бұл су ағызатын арна, сырттай аттракцион сияқты көрінеді, бірақ ағысы өте қатты. Мұнда жүзу өлімге апару мүмкін. Мұндай жерде жүзуге бола ма? Бұл лас шалшық. Мұнда бактериялар мен вирустар өте көп, әрі тереңдігі көрінгеннен әлде қайда үлкен. Жүзуге болмайды. Мұндай жерде жүзуге бола ма? Ал мұнда болады. Су тап-таза. Тіпті аяғы гипсте тұрған жігіттің өзі емін еркін жүзіп жүр. Мұндай жерде жүзуге бола ма? Жоқ. Бұл жартастан тереңдігі белгісіз суға секіру. Секірсең қайта су бетіне шықпай қалу мүмкін. Мұндай жерде жүзуге бола ма? Бұл тасбағатын толқын. Ағыс сені бірден су астына тартып әкетеді. Тірі қалу мүмкіндігі өте аз. Мұндай жерде жүзуге бола ма? Қарашы, тау бұлақтары таяз әрі мөлдір болып көрінеді, бірақ шын мәнінде өте терең болуы мүмкін. Барма. Мұндай жерде жүзуге бола ма? Қалжыңдап тұрсың ба? Бұл терең үңгір бассейні. Су сиядай қара, түбі көрінбейді. Құлап кетсең шыға алмай қалу мүмкін.